Баршаңызға сәлем, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен осындай мясо по-тайски деген көпшілікке танымал екінші тағамның ең қарапайым нұсқасын дайындап көретін боламыз. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдымен қызып тұрған майға осылай етімізді текшелеп турап, жақсылап қуырып аламыз. Бұл тағамның негізгі рецебінде етті жұқалап турайды, бірақ біз тез дайындалу үшін, яғни уақытты көп алмау үшін турап тұрғанда осылай текшелеп турап пісірсек те болады. Сонан соң пиязымызды қалауымызша турап, оны да жақсылап етпен қосып қуырып аламыз. Қақпағын жауып, етімізді жақсылап жұмсақ болғанша қуырып аламыз. Етімізді осылай өз сөлінде жай отта қуырып алғаннан кейін батып тұратындай етіп қайнаған су құямыз. Енді көкөністерімізді дайындайық. Бізге осындай болгар бұрышы мен қияр қажет болады. Болгар бұрышын осындай етіп, видеода көрсетілгендей етіп, үлкендеу етіп тураймыз, себебі езіліп кетуі мүмкін. Ал қиярды осындай ұзынша етіп тураймыз. Жіңішкелігі, жуандығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша, яғни бір қиярды 8-ге тіпті одан да көп бөлшекке бөліп турасаңыз болады. Мінекей біздің манаға су құйған етіміз суы тартылып, жұп-жұмсақ болып дайын болып қалды. Осы сәтте көкөністерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай 3-4 қасық соя тұздығын қосамыз. Осындай ескеретін жайт, соя тұздығы өте тұзды болып келеді, сондықтан етімізге тұзды абайлап қосамыз. Менің етім тұздалған болғандықтан ешқандай да тұз, қандай да бір дәмдеуіш қосқан жоқпын. Енді суымызды батып тұратындай етіп құйып, 15 минут бұқтырып аламыз. Гарнирге шашылып тұратын күріш ұсынғаныңыз жақсы. Бұл тағаммен өте керемет үйлесетін гарнир. Күрішімізді осындай суы мөлдір болғанша 4-5-6 қайтара жуып тазалап аламыз. Сонан соң кастрюлемізге кішкене ғана майымызды құйып, күріштің барлық жері майға тиетіндей етіп жақсылап араластырып, қуырып алғаннан кейін батып 1 см жоғары болып тұратындай су құямыз. Тұзымызды салып, суы жақсылап қайнағаннан кейін араластырып, қақпағын жауып 20 минут жай отта пісіріп аламыз. Мінекей біздің күрішіміз тағамымызбен бірге бір уақытта дайын болды. Өзі сондай шашыраңқы және де піспеген емес, шикі емес, жұмсақ болып піседі. Енді тағамымызды ұсынамыз. Гарнирді орналастырғаннан кейін етімізді салып, үстіне күнжітпен әсемдейміз. Көріп отырғандарыңызды жасалуы өте оңай, көп уақытыңызды алмайды. Міндетті түрде жасап, отбасыңызды қуантыңыздар. Дәмі өте ерекше болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп, қоңыраушаны басып, жаңа видеолар күтіңіздер.